Қайырлы күн. Жылдам оқу курсының 4-ші сабағына да келіп қалдық. 3 күн өткен сабақ қалай болды? Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр деген ойдамын, себебі чаттардан маған келіп жатқан видеолар, қойылып жатқан сұрақтар өте қызық болып жатыр. Чаттарда барынша белсенділік танытып жатқандарыңа қуанамын. Деңгейлеріңнің өсіп жатқанын да байқап жатырмын. Енді бізде 4-ші сабақ курстың ортасына да келіп қалдық. Бүгінгі сабақта мен артикуляция және оқу туралы айтамын. Осы сабақ арқылы деңгейімізді тағы да еселеп өсіруге әбден болады. Алдымен жылдам оқу курсының 7 алтын ережесіне бір шолу жасай кетсек. Жылдам оқудағы ең бірінші алтын ереже ол регрессиясыз оқу. Бірінші, екінші сабақтан біз түсіндік, регрессиямен оқуға болмайды екен. Регрессия арқылы егер біз қайталап оқысақ, біздің уақытымыз да көп кетеді, ал ол психологиялық тұрғыдан миымызды да төмендетеді екен. Енді біз регрессиядан құтылдық. Ол үшін арнайы жаттығулар жасадық, кітапты тек қана алға қарай оқыдық. Жақсы. Екінші, мәтінді оқудың интегралды алгоритмі. Яғни әрбір мәтінді оқу 7 қадамнан тұрады екен. Сол 7 қадамның әрқайсына жауап беру арқылы мәтіннің негізгі мағынасын алып шығады екенбіз. Ол 7 қадам бойынша бірінші тақырыбын оқимыз, екінші автор, үшінші оқу құралы, қандай газет немесе журнал, төртінші қандай мәселе көтерілді, бесінші фактографиялық мәліметтер, яғни мәселенің шешімі, сандар, атаулар, орындар және әртүрлі. Алтыншы басқа мәтіндерден ерекшелігі, артықшылығы немесе кемшіліктері. Ал жетіншісі нақты сенің ойың. Бұл мәтіннен нені аласың, немесе қай тұстары керек емес. Міне осы арқылы шешім қабылдайды екенбіз. Үшінші сабақ бойынша біз доминанта мағына сабағын өттік. Доминанта мағына дегеніміз мәтіндегі сөздер өте көп, ал оның алып шығатын түйінді ойы 1, 2 немесе 3 қана сөйлем. Ал доминанта сөздерді қалай табу керек, кілт сөздермен қалай жұмыс істеу керек, мағыналық қатарды жасап аламыз. Міне осы туралы мен түсіндірдім. Кез келген мәтіннің негізгі қаймағын, яғни негізгі керек ойды алып шықтыңдар деген ойдамын. Жақсы, 3 сабақты өттік. 3 сабақта деңгейіңнің өскеніне сенімдімін. Енді бізде бүгін 4-ші сабақ. Бүгінгі сабақ артикуляцияға арналады. Артикуляция дегеніміз не? Ол біз оқып жатқан кезде дауыстап оқуымыз. Сендерге мектепте үйретті. Дауыстап оқыңдар. Алғашқы әріптерді үйреткен кезде дауыстап оқытты. Неге? Себебі мұғалім сенің әріптерді дұрыс айтып жатқанды тексеру үшін. Бірақ ол біз қанша жылдан бері дауыстап оқи беріп, ол біздің әдетімізге айналып кетті. Сондықтан да біз мәтінді дауыстап оқимыз. Дауыстап оқуға мүлде болмайды. Дауыстап оқу, яғни артикуляция жылдам оқудың қас жауы. Неге? Біз қазір қалай оқып жүрміз? Кітапты көзіміз арқылы оқимыз, оны дауыстап айтамыз. Дауыстап айту арқылы ол есту аппараттарына, яғни құлаққа барады. Құлақтан миға, яғни ақпаратты қорыту процесіне өтеді. Өте ұзақ процесс. Енді олай болмайды. Біз көзіміз арқылы оқимыз, бірден миға, яғни түсінуге жібереміз. Артикуляцияға байланысты мынадай статистика бар. Егер біз дауыстап оқысақ, ерін 1 минутта 400 ғана сөзді айта алады. Яғни біз дауыстап оқысақ, минутына 400 ғана сөз оқимыз. Ал егер дауыстамай оқысақ, минутына 120 мың сөзге дейін оқуға мүмкіндігіміз болады екен. Біз қанша жылдан бері дауыстап оқып үйреніп, ол біздің әдетімізге айналып кетті. Енді ол әдеттен құтылу бізге кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ шешіледі. Оны шешудің мынадай жолы бар. Ол ритм соққы жаттығуын жасау. Қазір ритм соққы жаттығуын көрсетемін. Ол ритм соққы жаттығуын біз 4 ережеге сүйене отырып жасаймыз. Ең біріншісі, қаламды 3 саусағымыз арқылы ұстаймыз. Көрініп тұр, дәл қазір менімен бірге қатар жасаңдар. 3 саусағымызбен ұстаймыз. Бірінші қағида. Екінші қағида. Қолымыздың барлық бөлігін жұмыс етеміз. Негізі жасатқан кезде міне осылай ритм соққы жасалады. Жұдырық
тек қана жұдырық қозғалып сендердің қолдарың былай тұру керек емес, барынша қолымыз белсенді қозғалуы керек. Үшінші, ритм экранға шығып отырған суреттегідей болуы керек. Яғни ол қалай? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 рет баяу, қалған екеуін өте жылдам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жақсы ма? Түсінікті ма? Енді бұл жаттығу біздің барынша дауыссыз оқуымызға жұмыс жасайды. Ритм соққы жаттығуын жасаған кезде біздің оң қолымыз жұмыс жасайды. 1, 2, 3, 4. Ритм дауыс шығуы керек, барынша қатты дауыс шығуы керек. Ал енді бұл жаттығуды бізде оң қолмен жазатындар бар, және сол қолмен жазатындар бар. Бұл жаттығуды егер сен оң қолмен жазатын болсаң, тек оң қолмен жұмыс жасайсың. Ал егер солақай, яғни сол қолмен жазатын болсаң, екі қолмен бірдей жұмыс жасау керек. Оң немесе сол екенін қалай жатамыз? Мысалы былай, қолымызды босатайық, менімен бірге жаса, қолымызды босатамыз, енді екеуін қосамыз. Былай қосыңдар. Қосқан кезде біздің қай саусағымыз жоғарыда тұр? Менде оң. Міне, менде оң саусақ жоғарыда тұр екен. Демек, мен оң қолмен бұл жаттығуды жасауым керек. Ал егер сенің жағдайыңда былай болып қалса, сол қол жоғарыда тұрса, бұл жаттығуды екі қолмен бір мезетте жасайсың. Жақсы ма? Түсінікті болды деген ойдамын. Енді бұл жаттығуды кітаппен қалай орындаймыз? Мысалы, міне, төмендегі түбір сөздердегі жас, лас, лес, дас, дес бұлай болмайды. Біз жаттығуды қолмен жасап жатқан кезде біздің даусымыз мүлде шықпау керек. Ерніміз қозғалмау керек. Қалай оқимыз? Міне бұлай. Міне, осылай оқуымыз керек. Бұл жаттығуды кемінде күніне 15 минуттан айналысу керек. Басында не оқып жатқаныңды мүлде түсінбейсің, бірақ сен дауыстап оқудан осы арқылы арыласың. Сен қаншалықты дауыссыз оқысаң, соншалықты көп сөз оқисың. Жақсы ма? Керемет. Енді мен ойлаймын, бүгіннен бастап сендер дауыссыз оқисыңдар. Дауыстап оқысақ, жылдам оқуға кедергісін келтіреді екен. Ал біздің мақсатымыз өте жылдам оқу. Жылдам оқу үшін дауыссыз оқу қажет. Керемет. Балалар, мен сендерден мынадай ақпарат сұрағым келеді. Жалпы көп адамдар тәтті сусындарды тұтынады. Кока-кола, пепси, фьюсти чай, макси чай, тағы да басқа, фанта, спрайт. Сендер газдалған сусын, яғни тәтті сусын ішесіңдер ме? 90% балалар қазір «я» деп жауап беріп отыр. Сен де «я» деп жауап беріп отырған болуы мүмкін. Бірақ мен өзімнен мынадай ақпаратпен бөліскім келеді. Газды сусындар қалай жасалады? Газды сусындардың сыртында алманың, өріктің, апельсиннің суреттері тұрады. Сендер ойлайсыңдар, бұл апельсиннен жасалды, бұл алмадан жасалды, бұл өріктен жасалды деп. Бірақ мүлде олай емес. Апельсиннің, алманың, шиенің дәмін беретін аспартам деген қант бар. Ол 1 тонна суға кішкентай ғана аспартам қантын салады. Аспартам қанты сол суға түс әрі дәм береді. Алманың болса алманың, апельсиннің болса апельсиннің дәмін береді. Сендер аспартам қантын ішу арқылы денеге өте ауыр күш түсіресіңдер. Ол денсаулығымызға өте зиян. Біздің ішкен газдалған сусындарымыз денемізден шықпайды. Денеміздің әрбір жеріне барып, ауру бактерияларына ұстап тұрады. Егер саған қатты суық тисе, немесе тұмауратып қалсаң, бұл бактериялар көбейіп, сенің ағзаңда ауру пайда болуы мүмкін. Газдалған сусындарды өте көп тұтынған адамдарда қатерлі ісік, миында ісік болады. Бұл адамдар міндетті түрде соңында өмір сүре алмайды. Бірден қайтыс болып кетеді. Қазір бүкіл әлемде мынадай проблема бар. Туылып жатқан балалар өте қатерлі ісікпен, жүрек ауруларымен, немесе тағы да басқа аурулармен туылып жатады. Неге олар бұлай ауру болып туылды? Себебі олардың анасы немесе әкесі газдалған сусындарды тұтынды. Газдалған сусындар анасына
әсер етіп, ол баласына берілді. Сондықтан да бүгіннен бастап газдалған сусындарды мүлде ішпейміз. Жақсы ма? Отбасымызға алып келсе де, анамызға да, әкемізге де осы видеоны көрсетеміз. Газдалған сусынды ішу өте зиян. Сенің денсаулығың бізге маңызды. Себебі біз Қазақстанды дамытуымыз керек. Ал Қазақстанды дамыту үшін бізге сау балалар керек. Газдалған сусындарды өте көп қолданған жағдайда мынадай ауруға шалдығулары мүмкін. Алексеевна, закончить коробку, подойдите, пожалуйста. Алкоголь не видит. Маленько потерпеть. Все, туда. Ты нет? А? Были бы кости. Трупы. Чистим рану. Видеодан көрдіңдер, өте қорқынышты, өте жеркенішті. Ана жердегі отырған науқас шыңғырып жатыр. Бұның барлығы газдалған сусындардың кесірінен. Газдалған сусынды ішті, күнделікті ішіп отырды, немесе жиі ішіп отырды, оның денсаулығына кері әсер етті. Және ол қант диабетіне алып барды. Ал қант диабетін осылай терінің ішіне операция жасау арқылы ғана жасайды. Бірақ бұдан адамдар жазылып кетпейді. Енді сенде мынадай ой болуы мүмкін. Ой, мен көп ішпеймін, ол маған кей кезде ішсем әсер етпейді, ештеңе болмайды. Ештеңенің көкесі болады. Әрбір жиналған бактерия денемізде тұра береді. Ол ішкен сайын жиналып, соңында өте қорқынышты ауруға алып барады. Сондықтан да бүгіннен бастап мүлде газдалған сусындарды тұтынбаймыз, есесіне спортпен айналысамыз. Жақсы ма? Біз спортпен қаншалықты айналсақ, денеміз сергіп, сабақ оқуға деген ынтамыз артады. Күнделікті таңертең ерте тұрып, таза ауада дене жаттығуларын жасауымыз керек. Қазір мынадай сұрақ қояйыншы. Сендер қандай спорт түрімен айналысасыңдар? Маған чатқа жазып жіберсеңдер. Мен дзюдомен айналысам, мен жүгіремін, мен волейбол ойнаймын, мен баскетбол ойнаймын деген сияқты. Мен фитнеске барамын. Аптада 7 күн болса, 7 күн фитнесте жаттығу жасаймын. Себебі спортпен айналысу маңызды. Неге маңызды? Біз күнделікті әр түрлі жағдайлардан стресстер жинаймыз. Мысалы, мамаң саған ұрысты, сенің көңіл күйің түсіп кетті. Денеде бір стресс пайда болды. Ол стресстер жинала келе, сені бір ауруға шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан да ол стресстерді күнде шығарып отыруымыз керек. Ал стресстерді шығарудың ең күшті тәсілі спортпен айналысу. Егер сен спортпен айналыспайтын болсаң, бүгіннен бастап спортпен айналысамыз. Күніне кем дегенде 10 минут дене жаттығуларын жасауымыз керек. Сонда біз кез келген ақпаратты қабылдауға дайын, миы сергек, денесі де әдемі қыз-жігіт болып қалыптасамыз. Керемет, бүгінгі сабақты сонымен қорытындыласақ, сендер артикуляциясыз оқудың тәсілдерін үйрендіңдер. Денсаулыққа байланысты ақпараттар алдыңдар. Сендерге пайдалы болды деген ойдамын. Сабақтың нәтижесін сендер маған видео инсайт түрінде жібересіңдер. Жақсы ма? Қандай ой түйдіңдер? Бүгіннен бастап газдалған сусындар тұтынамыз ба, тұтынбаймыз ба? Денсаулығымызға қалай әсер етеді екен? Осы туралы сендердің ойларыңды білгім келеді. Сабақтан міндетті түрде 3 сұраққа жауап береміз. Не үйрендім, не түйдім, енді оны қалай қолданамын? Жақсы ма? Қазір сабақ аяқталады, сабақтың соңында үй тапсырмасы шығады. Үй тапсырмасын чатқа жіберуді ұмытпаймыз. Біз қаншалықты үй жұмысы, яғни қаншалықты практикалық жұмыспен айналыссақ, жылдам оқу деңгейіміз сонша есе артады. Келесі 5-ші сабақта кездескенше сау болыңдар.